Қайырлы таң, құрметті көрермен, Таңшолпан тікелей эфирдегі жұмысын әрі қарай жалғастырады. Студиядағы мейманымызбен таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі санэпидемиологиялық бақылау комитетінің ресми өкілі Ержан Байтанаев мырза қонақта. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Көңіл күйіңіз қалай? Тамаша. Денсаулығыңыз жақсы ғой? Бәрі жақсы. Ал, енді бүгінде мына маскасыз жүруге рұқсат етілді. Осы ретте вирус жойылды деп арқаны кеңге сала аламыз ба? Арқаны кеңге салу әлі ерте, өйткені пандемияны жариялайтында, пандемияны жоқ қылатында, жоқ деп жариялайтында ол дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы. Қазіргі уақытта бізде мынау масканы тақпауға рұқсат берілді ведомствоаралық комиссияның шешімімен. Бұл ең бірінші біздің халқымыздың талаптарды толықтай сақтауы және де қандай да болса да бізде коллективті иммунитеттің құрылғанының әсері. Бірақ өздеріңіз көріп отырсыздар, көрші мемлекеттерде қазір омикрон штамының тағы да жаңа түрі, омикрон стелс штамы шығып жатыр. Қытайда, Ресейде содан қорғану мақсатында біз енді бұдан әріде ең бастысы вакцинациядан өтуіміз керек және де ревакцинациядан өтуіміз керек. Міндетті түрде, өйткені мынау қазіргі уақыттағы коллективті иммунитетті жоғалтпау мақсатында. Бұл вируспен өмір сүріп үйренуіміз керек. Бұл бізде болады. Бұл әрі қарай жаңа мутацияланады да, әрі қарай бұл кете береді. Бірақ егер біз қорғансақ, ең бірінші қорғанысымыз ол вакцина, ревакцинация, онда біз осылай жақсы күймен өтіп кетеміз. Сол себепті ешқандай бір жаңағы кеңге салып, болды бітті деп жүрудің әлі ерте. Сонымен қатар мынау қажет болған жағдайда біздің жаңа бас санитарлық дәрігердің кеңесі бойынша қажет болған жағдайдың жерлердің бәрінде, адамдар топталған жерлерде біз маска тағуға кеңес береміз. Ол бірінші сіздің денсаулығыңыз. Бұл тек қана мынау коронавирус инфекциясынан қана емес, мінекей көктем келді, қазір тұмау, жаңағы ЖРВИ аурулары бой көтереді. Содан қорғану мақсатында бізге міндетті түрде маска тағып жүргеніміз абзал. Ол әрине әр азаматтың өзінің еркі. Мысалы, жаңағы ұшаққа мінген кезде білесіздер, біраз уақыт өз еркі, бірақ біз кеңес береміз. Тағып отыруға абзал деп, өйткені аурудан қорғану мақсатында. Сонымен қатар ең біріншісі өтінішіміз осы планканы ұстап қалуымыз үшін біз вакцина алмағандарымыз вакцинациялануымыз керек. Ал енді вакцина алғаннан кейін 6 ай өтсе ревакцинациядан өтуіміз керек. Сонымен қатар ведомствоаралық комиссияның ең басты шешімі азаматтарымызға жаңағы ақштың Pfizer вакцинасын салуға рұқсат беруі. Яғни ең алдымен бізде кез келген азамат ревакцинациядан өте алады Pfizerмен. Жаңағы пункт вакцинацияға барып, емханаларға барып, ешқандай кедергісіз ревакцинациясын ала алады. Сонымен қатар, жаңағы ешқашан вакцина алмаған азаматтарымыз бар ғой, солар бірінші, екінші дозасын толық Pfizer ғып ала алады. Сонымен қатар шетелге бір тірліктермен шығып бара жатқан азамат алам десе, оған біз рұқсат береміз. Міндетті түрде вакцина алуға. Сонымен қатар сіз жаңағы шетелде бірінші дозасын алып, елге кеп екінші дозасын алуыңызға да бізде рұқсат бар. Яғни барлық контингенттерге бізде Pfizer вакцинасын салуға рұқсат беріп отырық. Елімізде вакцина тапшылығы жоқ. Бүгінгі күні дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мойындаған жаңағы бізде елімізде 2 вакцина бар. Ол Pfizer вакцинасы және де қытайлық Sinopharm компаниясының Veracell вакцинасы. Сонымен қатар азаматтарымызға өзіміздің отандық, өзінің жаңағы жоғары деңгейлігін танытқан Казвак вакцинамыз да бізде бүгінгі күні сұранысқа ие және азаматтарымыз ешқандай кедергісіз салдыра алады. Осы вакциналардың бәрін кедергісіз салдыруға болады. Бүгінгі күні вакцина тапшылығы жоқ. Барлық вакциналардың барлығы жеткілікті, ешқандай қорықпай, таласпай жаңағы вакцинациялау пункттеріне барып, не болмаса емханаларыңызға барып салдыра берулеріңізге болады. Жаңа енді сөз арасында Pfizer вакцинасы туралы айтып кеттіңіз ғой. Жалпы бұны осыған дейін белгілі бір топтағы адамдарға, жаңағы жасөспірімдерге, бала емдейтін аналарға салынатын тегін. Бүгінде бұны кез келген адам тегін ала алады деп айта аламыз ба? Әлде бірінші, екінші компонентті алған кезде айырмашылық болмау керек? Біздің елімізде коронавирус инфекциясына қарсы вакцинаның бәрі тегін жүргізіледі. Сонымен қатар Pfizer вакцинасы және де жаңа мен атап өткен барлық вакциналар. Ақылы вакцина жүргізу біздің елімізде қарастырылмаған. Мемлекет
бәрін қамтамасыз етіп отыр. Сол себепті жаңа өткен аптада да кез келген фейк ақпараттар тарады, Pfizer'да ақылы салады екен деп, оны біз теріске шығарамыз. Кез келген азамат, кез келген контингент өзінің еркімен, өзінің азаматтық позициясымен барып, ең бастысы құжаты қолында болса, сонымен вакцинаны таңдаған, өзінің ойындағы вакцинаны салдыра алады. Және де енді қоғамда мынадай пікір қалыптасып жатыр, маска тағуға жаңағы тыйым салды демей қояйық, енді маска тақпаса да болады деген қаулы шықты. Десе де кейбір адамдар бірінші компонентті алып, қой екіншісі керек емес, осымен вирус жойылды деген бір қате пікір қалыптасып жатыр. Бұл масканы алудың ең бірінші біздің осы коллективті иммунитет құрғанның салдары. Яғни біз вакцинацияландық. Біз бүгінгі күні вакцинацияны тоқтатсақ, ревакцинацияны тоқтатсақ, халық салдырмаса, анау қазіргі көрші мемлекеттердегі штамдар елімізге келген кезде, ертең жағдай ушықса, біз қайтадан бәрін жабуға тура келеді. Сол себепті ешқандай ондай жансақ әңгімелерге сенбеуге, егер сіз бірінші дозаны алсаңыз, уақыты келген уақытта 21 күннен кейін екінші дозаны алуыңыз керек. Өйткені міндетті түрде алуыңыз керек, өйткені сіз егер шет мемлекеттерге шығатын болсаңыз, шет мемлекеттерге ең бірінші көптеген мемлекеттер сіздің паспорт вакцинацияңыз тексереді. Сіз толық курсынан өттіңіз ба, ревакцинацияңыз бар ма, сол құжатты тексереді. Сіз шетелге шыға алмай қаласыз. Шетел сізді кіргізбей қояды. Сол себепті ең бірінші өзіңіздің денсаулығыңыз үшін, жақындарыңыздың денсаулығыңыз үшін бұл вакцинаны салдыру керек. Өйткені бұл салдырмаған жағдайда бізде бірдің кесірі мыңға деп, сол адам ауруды жұқтырса, салдырмаған адам, қашып жүрген адам, ертең ол біздерді қайтадан ауыртуы мүмкін. Жақсы, енді осы ретте сандарды сөйлетейікші, өзіңіз студияға келгеннен кейін. Жалпы осы вакцинаның 2 дозасын, компонентін алғандардың бүгінде саны қанша, ревакцинациядан қанша адам өтті? Жалпы бүгінгі күнгі мәлімет бойынша екінші компонентті толық бізде 9.148.401 адам алды. Ал енді Pfizer вакцинасы бойынша бізде екінші компонентті 787.953 адам. Яғни жалпы саны 10 миллионнан астам адам бізде вакцинацияланды толық. Енді 3 миллионнан астам адам ревакцинациядан өтті. Бүгінгі күні қазірде біз адамдарымызды уақыты келген жағдайда ревакцинациядан өтуге шақырамыз міндетті түрде. Енді бізде жоспар бойынша жалпы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының кеңесі бойынша 11,4 адамды вакцинациялау керек етіміз. Қазіргі уақытта 10 миллионнан асты. Енді бір аздаған адамдарымыз келіп өзінің жаңағы вакцинасын алса, онда жақсы болады, және де мынау әрі жеңілдетулер болады. Енді қазіргі уақытта шетелге шығу үшін кез келген азамат көптеген мемлекеттерде мысалы әлі де карантиндік талаптар сақталған. Біз сияқты алдыңғы қатарлы боп жаңағы маска тағу және басқа да карантиндік талаптарды жеңілдеткен жоқ. Сол себепті шетелге шығу үшін сіз вакцинацияланған болуыңыз керек біріншіден. Екіншіден сол мемлекеттің жаңағы сыртқы істер министрлігінің сайтына кіріп, қандай талаптары бар екенін тексеріп барып шыққандарыңыз абзал. Ал енді шетелден келетін біздің Қазақстан Республикасының азаматтары вакцинацияланған болса, қолында ПЦР тесттің нәтижесі болған жағдайда, ол азаматтарымыз елге ешқандай кедергісіз келе береді. Ал енді шетел азаматтары елімізге келетін болса, бізде бүгінгі күні 40-қа жоқ мемлекетпен паспорт вакцинацияларымыз мойындалған. Сол 40 мемлекеттің азаматтары егер вакцинацияланған болса, одан кейін ревакцинациядан уақыты келгенде өткен болса, оның қолында құжаты болса, мемлекетімізге ешқандай кедергісіз құжатын көрсетіп келе береді. Енді мына ақпараттық порталдарда шет елге дәрі-дәрмекті алып шығуға тыйым салынды деген мәселе көтеріліп жатыр. Жалпы бұған не себеп және де қандай дәрі-дәрмектерді шет елге алып шығуға тыйым салынған? Бүгінгі күні мынау қазіргі уақытта бізде дәрі-дәрмек қорын толықтыру мақсатында және де қорда жеткілікті қылып өзіміздің азаматтарымызға жетуі үшін, азаматтарымыз ертеңгі күні жаңағы шетел асып дәрі іздеп кетпеу үшін бізде осындай шешім шығарылды. Дәрілерді шетелге уақытша жібермеуге, сатпауға, жаңағы өзіміздің мемлекетте сақтауға және өзіміздің отандық тауарды өзіміздің халқымыз
жаңа пайданы тұтынуға мақсатында біз осындай шешім шықты. Сол себепті бұл бір жамандықты шақырудың жаңағы емес, дабылқағат мәселе емес, ол өзіміздің азаматтарымызға, қорымыз. Өйткені көрдіңіздер, осыдан 2 жыл бұрын дәрі бітіп қалды мемлекетімізде, тапшы, халық қиналды. Көптеген бизнес өкілдері, мынау жалпы аптеканың жаңағы иелері дәрілерді тығып қойып қымбат бағаға сатты. Сондай бір нәтижеге жетпеу үшін біз енді алдын ала өз қорымыз толық болып тұру керек. Өзімізді жарылқап алғаннан кейін басқаны жарылқауға бел болып отырмыз. Енді мына бізді тамашалап отырған көрермендерге айта аламыз ба, мына дәрілерді алып шығуға болмайды, немесе қандай да бір қажеттілігі бар адамдар бар ғой, дәріні өзінен бірге алып шығу. Жоқ, ол бізде сатуға шетелге. Ал енді өзіңнің ішетін дәрің болса, оны өзің ішуің керек, өзің қабылдауың қажет болған жағдайда, оны алып, өзің шетелге барып келгенге алып келіп, оны алуға болады. Ол олай емес. Ол шетелге сатуға, кәдімгідей бізде шет мемлекеттер дәрі-дәрмекті сатып алады ғой, сатуға жіберуге болмайды. Біз шет мемлекеттерге сатпаймыз, бірақ егер өз азаматтарымыздың өзінің күнделікті сағат сайын ішетін дәрілерін, оны ешқандай кедергісіз алып шетелге барар кезде, алып енді ол енді бір 50-60 пачкасын алып бармайды ғой, өзіне қажетті алып барады. Бұл сол себепті сату мақсатында болмайды, ал өзінің қабылдау мақсатында адамдарға рұқсат берілген. Ем-дом қабылдап жүрген адамдарға алып жүруге міндетті рұқсат етіледі. Жалпы енді бұл сұрақты қойған себебіміз халық білсін, ескерсін деген сұрақ қой, өзіміздің қорды толықтыру үшін, жаңағы шетелге біздің дәрілерді алып кетпес үшін сол мақсатта. Ал енді оны өзіміздің азаматтарымыз қабылдайтын дәрілеріне ешқандай шектеу жоқ. Жақсы. Енді осы ретте халыққа айтар талап тілегіңіз болса, нені ескеру керек? Енді жалпы қазіргі уақытта жаңа өте дұрыс айтылды. Әлі етекті кеңге жаятын уақыт жеткен жоқ. Қажет болған жағдайда, адамдар топталған жағдайда маска таға тұру керек. Біз кеңес береміз. Өйткені тағы да қайталаймын, мынау коронавирус инфекциясымен қатар тұмау, ЖРВ аурулары көтеріліп келе жатыр. Ол өзіңіздің және жақындарыңыздың денсаулығы үшін, және де ауруханаларда, жаңағы емханаларда, медициналық мекемелерде міндетті түрде тағу керек. Өйткені ол жерге ауырып отқан адамдар барады, сізге жұғып кетпес үшін. Сонымен қатар, адам топталған жерде денсаулығыңызды ойлауыңыз керек. Енді бәрін алып тастады деп отыра берсек, өзімізді күтпесек, онда ауру қайтып келген жағдайда, онда жағдай қиындауы да ықтимал. Құрметті көрермен, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде деп өздеріңізге ақыл кеңес айтамыз. Қашанда адам саны көп шоғырланған жерде міндетті түрде жаңағы әлеуметтік арақашықтықты сақтаңыздар, қалталарыңызда маска жүрсін, және де керек жерде антисептиктарыңыз болсын. Өте дұрыс айтасыз. Және қолдарыңызды жиі сабындап жуып тұрыңыздар дегіміз келеді. Экраннан алыстамаңыздар. Санаулы минуттардан кейін Таңшолпан тікелей эфирдегі жұмысын әрі қарай жалғастырады.